Ал жамағат, бағанағы Яқуб алейхиссалам Юсуф дегеннен кейін Құдай Тағала 40 жылға алып кетіп барып тұрып, кейіннен көзінен ағып көзінен жаңағы соқыр болып қалып, артынан барып оралтады ғой. Көрдіңіз ба? Сол Юсуфты қалай алып кетеді деген кезде бағанағы 11 бала, жаңағы 10 ағасы неге әкеміз қатты жақсы көреді? Бұны бірден қылып көзін құртайық. Бірден қылып алдап сулап әкемізді өзімізбен бірге қой бағуға алып кетейік та қасқыр жеді деп алып келейік дейді ғой. Сөйтіп шынымен де бұлар тұрады да өзінің бауырын қызғаныштан, бағана қызғаныш қайтадан шықты. Иблистен бастап қызғаныш басталды, тәкаппарлыққа ұласқан, қабылдан басталды, кісі өліміне алып келген. Бағанағы Юсуфтың ағаларында да бар да қызғаныш. Сондай жаман нәрсе де қызғаныш деген нәрсе, адамның сауабын сондай ұрлайды. Мына шөпке отты қойып жүрсе, қандай жанса, сондай адамның сауабы ұрланады екен де қызғаныш болған кезде. Сауабың жанып кетеді ғой, ойлаңызшы. Өйткені тәкаппарлықты тудыратын, кісі өлімін тудыратын, барлық жаманшылықтардың кілті көбінесе осы болып тұр ғой. Хасад дейді. Бауырын құдыққа лақтырып жібереді. Бір қойды сояды да киімін алып қалып, соған қанын тамызып, әкесіне Юсуфты біз қарамай кеткен кезде қасқыр жеп кетіпті дейді ғой. Оғандай умный қасқыр дейді да. Шағы киімін жыртпайтын, көйлегін жыртпайды. Кәдімгідей бүйтіп әдемілеп алып кететін, бүйтіп жеп қоятын оғандай қасқыр дейді. Сөйтіп керуендер құдықтан су алып батырып Юсуфты көреді да Мысырға, құлдыққа сатып жібереді. Оны сол Мысырдың жаңағы патшасының, Ферғауынның қазынашысы сатып алады. Үйіне әкеліп қойып, бағанағы құл қылып жұмсайды. Юсуф 18-ге келгенде Құдай Тағала оған сондай сымбаттылық берген, сұлулықтың жартысын берген дейді хадисте. Соған Зілиханың басы кетеді. Бір қолайлы кезді пайдаланып күйеуге кеткен кезде. Сөйтіп жаңағы әнденіп, сәнденіп, әтір сеуіп дегендей шақырады ғой күнәға. Маазалла, Алла сақтасын. Юсуф Құдайдан пана сұрайды, алейхиссалам. Және ол менің қожайыным, оған мен қиянат жасамаймын, ол маған адал дейді. Қашып баратқан кезде артынан тартып қалады да, одан сайын жүгірген кезде жыртып жібереді ғой киімін. Есікті ашып қалса күйеуі тұр. Юсуф жаңағы алдынан жыртылса Юсуф кінәлі, артынан жыртылса әйелің кінәлі дегеннен кейін артынан жыртылып тұр ғой. Юсуф енді сен правсың, әйел не прав, бірақ сен не қылса бұл әңгіме қалсын сол жерде, кешіре салшы, көме салайық дейді ғой енді. Бірақ көмелеме ол әңгіме. Ол әңгіме семейге тарап кетеді, жан-жаққа ақсүйектердің қатындарына жаңағы не болады ғой? Мазақ болады. Ойбай, анау Зілиха өзінің екінші сорт жаңағы қызметшісіне көңілі кетіпті. Ой, масқара деп барлығы бағанағы сорлы қылып мазақтайды. Білмейді ғой Юсуфтың түрі қандай екен. Барлығын шақырады, ақсүйектердің қатындарын, аристократтарын бәрін шақырып, қолдарына бір-бір пышақ, бір-бір алма беріп, бәрі әдемілеп жеп отқан кезде Юсуф шық деген кезде Юсуф шығады. Бұл адам емес, бұл періште ғой деп, дейді, қолдарын тіліп алып демейді, кескіледі дейді ғой бүйтіп. Сезбейді да еш нәрсені. Кейіннен барып ойбай деп жаңағы. Барлығының көңілі Юсуфқа кетіп бітті. Юсуф, бізбен боласың немесе түрмеге дейді ғой. Сендерден түрме артық маған деп түрмеге қамалады. Юсуф жазықтан жазықсыз, нақақтан нақақ түрмеге отырады. Отыра салысымен ертеңінде жаңағы қасына Құранда Юсуф сүресінде 2 адам келді дейді. Біз сен түріңді бір жақсы көріп тұрмыз, сол жақсы адам деп көріп тұрмыз, сені біліп тұрмыз, бір бізге түс жорып берші дейді.
біз екеуміз түс көрдік бүгін. Түсімізде деп жаңағы түстерін айтады ғой. Оларға түстерін жорып бермейді басында. Олар енді мұқтаж болып келіп тұр ғой. Бірінші оларға уағыз етеді да. Кейіннен барып жориды. Бірінші жорып алып уағыз етсе, уағыз өтпей қалады ғой. Олар мұқтаж болғаннан кейін соны жаңағы уағызда айтады. Сендер пұттарға табынасыңдар, пұттар сендерге пайда бермейтіне, зиян бермейтін, оларға не істейсіңдер табын? Әлемдерді жаратқан, аспан мен жерді жаратқан, тек пайда ол Алладан. Алла ол біздің Құдайымыз, ол жалғыз Құдай, одан басқа Құдай жоқ деп түсіндіреді. Екеуі мұсылман болады. Иман келтіреді. Иман келтіріп болғаннан кейін, ал енді сендердің мәселелерін шешейік дейді. Біреуінің басын қарға жеген түсінде, біреуі Фирғауынға жаңағы 100 мысық берген. Сен дейді, басында қарға жеген кісі неге өлім жазасына кесілесің да, сенің неңді, денеңді масқара қылып, Мысыр көшелеріне іліп қояды да, сен басыңды құзғындар, қарғалар жеп кетеді дейді. Ал сен болсаң, баяғы Фирғауынға сыра құйып беретін жұмысыңды жалғастырасың. Босатылып қана қоймай, баяғы статусыңа қайт ие боласың дейді ғой. Сөйтіп ертесінде жаңағы жарлық келіп, пәлен ұлы түген өлім жазасына, пәлен ұлы түген босатылып, және баяғы сыра құюшы жұмысын жалғастырады дейді ғой. Аң-таң бәрі. Юсуп пайғамбардың қателігі. Қасына келеді, таныс бар да шаныс бар дегендей жаңа. Сен әрдайым Фирғауынның қасында боласың ғой, патшаның қасында боласың. Мен яқта бір адам нақақтан нақақ отырым түрмеде. Сен соны патшаңа жеткізсей, мені шығарсын, құтқарсын яқтан, түрмеден. Оған отыр, болды, сенің жақсылығын ұмытпаймын. Міндетті түрде айтам, отвечаю деп анау кетеді. Айтам, негізі деп ше. Аллаху акбар болады. 7 жылға Аллаху акбар болады, ұмытып кетеді. Әне. Тағашыттың уақыты дейін. Сөйтіп, бағанағы жерде көп айтып қоймадық па? Так, әлі бар екен, Сөйтіп, бағанағы Юсуф алейхиссалам, ай, мен неге қандай бір бейшара патшадан, бір адамнан көмек сұрадым. Патшалардың патшасы, күре тамырымнан да жақын, менің қорғаушым да қолдаушым, құтқарушым, ол Алла емес педі. Алладан бір ауыз сұрамадым ба, Құдай құтқар десем шығаратын еді ғой. Мен анаған сеніп қалдым ғой. Дейді да. Сонда бір затқа қатты сеніп қалу болмайды екен. Пайда деген зиян, зиян деген пайда. Аллаға сену керек. Сол әттеген айы болады. Енді қателігі ғой. Сонда біздер мұң мен қайғыны шағатын тек Алла екен білу керекпіз да. Алладан бірінші сұрап үйрену керекпіз. Қандай бір зиян келсе, қандай бір қайғы келсе, қандай бір проблема келсе, я Алла сен бер. Одан кейін дәрілерін іше бер, скорый помощь шақыра бер, одан кейін жаңағы нелердің себептерін істей бер. Біз барлығын жаңағы Құдайды ойламай, бүткіл себептерді істеп, ақша шешет барлығын, анау шешет, дәрі шешет, мынау шешет деп пайдасы болмай жатқаннан кейін еш қайсысы сізге шипа бермей, не көмектеспей жатқан кезде Құдай енді сен қалдың енді шешші деп соңына қалдырып қоятынымыз дұрыс емес екен да. Сол айтпақшы 7 жыл сол жерде түрмеде қалады. 7 жылдан кейін Фирғауын түс көреді. Түсінде ғажап түс көреді. Түсінде Ніл деген өзеннің жағасынан, ішінен 7 семіз сиырлар әп-әдемі болып шығып кетеді. Оның артынан аш сүйегі қабырғасы көрінген 7 сиыр шығады да, соларды жеп қояды. Шош оянады, бұл не деген түс? Сиыр, аш сиыр, тоқ сиыр жет деген не деген түс ол? Жаңағы семіз бидай
күшті уылжып піскен бидай жаңағы солып құрғап шыққан бидай соны солдырып қуратып тастайды. Бұл не деген түс? Барлық барып кел, шауып кел, көріп кел, экстрасенс, құмалақшы, андай мыдай деген бәрін шақырады да. Ал шешіңдер дейді ғой. Олар жаңа тастарды ары қояды, бері қояды. Біреу айға қарайды, біреу күнге қарайды. Что-то сен түсің шимақ екен. Шеше алмадық конкретно дейді ғой. Сол кезде тарс еттіріп бағанағы кімнің жаңағы сырағы үшін есінеді. Ойбай, мен білем негіз бұны кім шешетінін. Ойбай, оны ұмытып кеттім баяғы 7 жыл бұрын шығып едім. Сол шешеді, Юсуф деген біреу бар дейді. Бар ендеше деп жаңағы, Юсуф, патша түс көрді. Десе түсін жорып берген ғой Юсуф пайғамбар. Айтады дейді кімнің, патшаның алдында. Сіздің түсіңізді былай деп жорып берді. Бізде алдымызда келатқан 7 жыл тоқшылық, сондай мамыражай, жаңбырлы көп жауатын, бидайы құнарлы шығатын бір керемет 7 жыл келатыр. Бірақ біз бұлмен масаттанбай, ісірап қылмай, бұлардың барлығын шашыратпай, жинап керегін сақтап, 7 жылға келатқан ашаршылық, қуаңшылық, жаңбырсыз, құрғақшылық заман келатыр, соған біз дайындалу керекпіз дейді ғой. Агрономдар отырады ана жерде. Білесіңдер осыңдар. Қанша жыл сақтай аласыңдар? Біз ары кетсе 2 жыл, 2,5 жыл сақтаймыз, ары қарай шіріп кетеді дейді. 7 жыл сақтай алмаймыз біз. Шірейді ол. Түсті шешкен сол, ақылыңызға қонымды, шешті түсімізді жақсы. Енді сақтайтын жолында білетін шығарыңдар дейді ғой. Юсуфты. Юсуф шықпай күйдіреді ғой. Шықпайым дейді жерде, түрмеден. Неге? Мен мынаяқтан нақақ отырмын түрмеде. Менің нем ісім бәрі ақталынсын, барлығы айқындалсын, сосын шығам дейді. Бұл не болды? Не жағдайда Ферғауын шулаған кезде Сүлейха атып барады да, бұл мен едім кезінде. Біздің себебімізден ол нақақ отырды, кінә бізден деп мойнына алады, Юсуфты ақталады, шығады. Мен сақтаудың жолын білем, мен алайын дейді бұл жұмысты. Құдай тағаланың қалауымен, Құдай тағаланың үйретуімен 7 жыл сақтайтындай жаңағы қойма жасайды ғой. Құдайдың қалауымен, Құдайдың үйретуімен 7 жылға шыдайтын, шірмейтіндей қылып, Құдай тағаланың үйретуімен өйтіп жасап қояды. Бірақ жасаған кезде оны жай жасамайды ғой. Оған өйтіп дәу қылып жасау үшін команда керек. Айналасының барлығы Юсуфқа адал емес, жаңағы сенімсіз, таныс емес адамдар да. Маған сенімді, маған адал адамдар бар, қайықта дейді түрмеде дейді. Барлығы 7 жыл бойы үйреткен екен да. 7 жыл бойы ол тәрбиеден өткізді ғой. 7 жыл бойы түрменің ішінде үлкенге құрмет, кішіге ізет, тазалық, барлық жаңағы мейірімділік, адалдық дегендердің барлығын үйреткен екен да. Дайын команда барлығы шығады, адал қызмет істейді халыққа. Сөйтіп, не керек? Юсуф алейхиссалам былай айтқанда халқын аман шығарған реформатор болады ғой. Қуаңшылықтан аман шығарған. Халық кім жақсы? Юсуф жақсы. Кім жақсы? Юсуфтың бағанағы отбасы жақсы. Енді бұл жаңа Құдай тағаланың мейірімі, кеңдігі тек қана Мысырға ғана емес, Мысырдан көршілес елдер де солардан сатып алған кезде олардың бауырлары келіп, ұзақ оқиға болады ғой. Бауырларын кейіннен кешірім сұрап, оларды кешіріп, барлығы сәжде қылып, бұл менің түсімнің жемісі деп кешіріп, барлығын қойнына басып, сөйтіп сол жерде Исраил ұрпақтары Мысырда өмір кешеді. Сондай құрметті, жеген алдында, жемеген артында, тоқшылықта, байшылықта өмір сүреді да. Юсуф қайтыс болады, алейхиссалам, Яқуб алейхиссалам қайтыс болады. Ұрпақтары семіздікті қой көтереді дейді қазақта. Шынымен ғой, бұқаны көктемде шығарасың ғой, қордықтан кейін. Құтырып шығады, секіреді ғой бәрі, міндетті түрде. Жылқы секіреді. Қойды қалай кіргізесің, солай шығады дейді. Еш секіру жоқ та. Өйткені семіздікті ол көтереді. Адам да көтермейді екен ғой, құтырады.
Сол үшін Құдай Тағала кейде сені сынайтыны содан. Саған жамандық тілеп жатқан жоқ Құдай. Сен сөйтіп қиналмасаң, сен сөйтіп сыналмасаң, Құдайды ұмытып, Құдайды еске алмай, ахаха деп жүре бер дегенсің да. Бір келмей Құдайға, бір қайырылмай, мүмкіндігің барда соқыр болып, сөйтіп келмей өліп қалсаң не істейсің? Сол үшін кішкене арасында қысып қойса, оянып есің жиып, я Алла, болды түсіндім, я Алла деп қойып жүреді екенбіз да. Сондай әлсізбіз. Сонда бұлар жаңағы жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару, пайғамбарлардың жұмысы дегендерді ұмытып, намаздарын қалдырып, жаңағы оразаларын тастап, барлығы битіп кеткен кезде Құдай Тағала 180 градусқа ахуалды, 180 градусқа ситуацияны бұрып жүреді бұлай. Баяғы фирғаунизм басталады. Кім мыналар деп тұрып, бұларды құл қылып жүреді, ұрпақтарының барлығын. Енді құлдықта бұлар өмір сүреді. Құлдықта кімдер өмір сүреді? Израильдықтар, египтяндықтардың астарында өмір сүреді. Қанша жыл? 300 жыл. Анау құтырғандар үшін 300 жыл Құдай Тағала, анау ысыраптар үшін, анау жасаған қылықтар үшін Құдай Тағала 300 жыл бұларды құл қылады. Әйелдерін күң қылады, ақшаларын пұл қылады. Сөйтіп 300 жылдан кейін Құдай Тағала мейіріммен қарап, бұларға Мұса деген пайғамбар жіберуді қалайды. Сөйтіп соларды аман есен құтқаруды қалайды ғой. Соны бағанағы көріп кел, барып кел, шауып келдер жөнелтіп отырып, Ферғауынға келіп, жақында мынау Израиль ұрпақтарының ішінен бір бала келатыр, сенің түбіңе жетеді, байлығыңды құртады, билігіңді жояды, сенің түбіңе жетеді дейді. Құрт көздерін дейді. Құрт көздерін болғанда батырлатып, біреуін қалдырмай өлдіреді ғой. Барлық жүкті әйелдерінің уақыты айы күні келген кезде екі жаңа күзет келіп тұрады да, туылды деген кезде барып қарай деген да, ұл ма қыз ба? Қыз болса деп қоя салады да, ұл болса өлтіріп тастайды. Дереу басын жауып тастайды, көзінше туылғаннан. Осылай қорыққаны сол кезге дейін үрей болмаған екен да Ферғауында. Әлі келмеген, әлі анау туылмаған назардан қорқып жатыр да. Сөйтіп өлтіріп, ана кімдер ойланып қалады? Ақсүйектер. Что-то не қылса, бәрін өлтіріп жатырмыз, еркек кіндіктілердің бәрін. Кім бізге ертең құл болады? Осылай кете берсе, дейді ғой. Былай қылайық дейді. Бір жыл қалдырайық аман, бір жыл өлтірейік дейді. Жарайды, солай істейік дейді. Сол кезде өліп қалуы мүмкін дегендей. Бір жағынан құл да болады бізге, бір жағынан өліп те отырады дегендей. Сол аман қалдыратын жылы Харун туылады да, өлтіретін жылы Мұса туылады ғой. Бірақ Аллах Тағала бағана Мұсаның анасына ішін білдірмей, жүктілігін білдірмей Құдай Тағала сөйтіп кереді, мұғжизасымен, кереметтілігімен қойып қояды. Ай күні жақындаған кезде Ніл өзеніне жағалауына келеді да, Құдайдың жеңілдігімен жеңіл босанып алады. Енді ана баланы еміз дейді, Аллах Тағала аян береді Мұсаның анасына. Еміз болғаннан кейін, ана сандыққа сал да, дарияға ағызып жібер дейді ғой. Дарияға ағызып жібер, міндетті түрде аман есен пайғамбарлардан қылып саған оралтамыз. Сен жібер. Құдайға сену бөлек, Құдай уәде беріп жатыр. Ол сол уәдені орындай ма, орындамай ма? Әңгіме. Орындайды. Бұл заманның жаңағы қариялары, медреселер, білім ошақтары екен да. Жазда мысалы каникулярный демалыстар болады. Балаңыз беріңіз, білім оқысын, Құран үйренсін, Алаш арыстардың барлығын түбірін қарасаң, ауыл молдасынан сауат ашқан дейді. Одан кейін жоғары оқу орындарын бітіре берді. Бірақ ұяда көрді олар. Ұшқанда соны ілді олар. Және халыққа қызмет істеу білімнен емес, мінезден деп айтты олар. Сонда сол білім дарияларына берсек, аман есен салихалардан қылып береміз деп отыр Құдай. Міржақып Дулатов айтады, балаңды аясаң аяма дейді, бер дейді. Аяма дегенің ая деген сөз екен ғой негізі. Яғни баулы оны, еңбекке баулы, тәрбиеге баулы деген. Қазір сенің аяғаның былай бүйтіп ішкен не жеймін, не жемеймін деп бәрін бүйтіп қойып қоюың аямағаның екен.
ертең содан бір үлкен бір жауызды тәрбиелеп жатсың да. Сонда қарап тұрсаңыз, Мұса алейхиссаламды салатта дарияға ағызып жібереді. Қасына туған әпкесі, өзінің үлкен қызы, Мұсаның әпкесін Нілдің жағалауымен ананы аңдып бірге бара бер дейді ғой, қай жаққа дейін барады екен. Түсіндіңіз ба? Сөйтіп бірге баратады. Бағанағы Фирғауынның сарайының алдынан жаңағы бөлініп өтетін арна бар екен да. Сол арнамен кетеді ғой. Фирғауынның кәдімгі бүйтіп Фирғауын шалқайып жатқан кезде соның алдына өтетіндей қылып қояды да. Құдай тағала өзінің дұшпанын, о, сандық келеді, барыңдар көріңдер не деп ашып қараса, ішінде сап-сары бала. Ой, мынау Израильдік қой, құрт көзін өлтірейік деген кезде Асия да көреді. Асия ол Фирғауынның әйелі. Ойбай деп Құдай тағала мейірім төгіп жібереді ғой Асияға. Фирғауын дейді, не қылса бізде бала жоқ, как раз бұны асырап алайық дейді. Фирғауын ойланып тұрады да, жарайды дейді. Фирғауын қателесушілерден болды дейді. Басқаның тілін алмаса да осы жерде әйелдің тілін алады екен да ол. Сөйтіп сол қателесушілерден болды, оны асырап алды. Ал емізейін десе ембейді дейді ғой ешкімді. Әпкесі тұр, мен білем бір әйелді, ол әйелден ешбір бала отказ бермейді. Әкелші дейді, жаңа өзін жинап келеді ғой. Салса ем тұр дейді. Ойбай жақсы болды. Сен осыны үйге алып кет, асыра мына баланы. Күнде саған зарплатаңды береміз дейді. Өзіне береді дейсің. Өзінің шешесіне өз баласын асырап емізгені үшін күнде айлық келіп жатыр. Керемет қой. Құдай айтады, біз сол күні қайтардық оған дейді. Оның жүрегі тынышталу үшін. Жүрегі оның тынышталу үшін, Алланың уәдесі хақ екенін білу үшін дейді. Сол үшін Аллаға тәуекел етіңдер дейді ғой. Алланың уәдесі хақ, сол уәдеге сену керек. Ана нан жеймін деген кешен бағанағы асырайды үйінде. Сөйтіп сарайға келіп береді. Сарайда ер жетеді, өседі Мұса алейхиссалам. Сарайда өседі. Сөйтіп Мұсаға кіріп кеттік па? Көп жер бермедік па, айта берейік па? Сөйтіп бағанағы Мұса алейхиссалам не қылады? Сарайда өсіп, барлығы тіс қайрап жүреді. Сары бала бір бәле, бұдан бір күтуге болады дегендей. Сөйтіп жаңа көшеге шықса, Израильдік египтяндық төбелесіп жатыр дейді. Израильдік ойбай, құтқаршы мені, деп жаңағы Мұсаға. Мұса алейхиссалам құтқарамын деп болмай қол тиіп кетеді енді. Құдай оған жаңағы күшті адамдардың күшін берген Мұсаға ұрып өлтіріп алады ғой. Қателікпен. Қата тиеді деп бата тиіп кетіп дейді ғой қазақта. Өліп қалады. Ертесінде тағы төбелесіп жатыр дейді. Сен өзінен екен ғой десе, жоқ, сен өлтірдің кешегі деп анау кешегі әңгімені кірісіп кетеді ғой. Сол кезде жаңағы сарайдың іші шулап, сарайдан бір адам келіп, Мұса, қаш, сені олар өлтірейін деп жатыр. Мұса алейхиссалам алды артына қарап тұрып қашады ғой. Ятарақ қап дейді Құранда, алды артына қарап қояды дейді. Мысырдан қашып кеткен ғой. Қашып, Мәдиян деген жерге бір-ақ барған ғой. Мұса алейхиссалам. Барса, Мәдиян деген бір мемлекет, бір ел, бір қала. Сол жерде жаңағы адамдар малдарын суғарып, күндерін көріп жатыр екен. Ар жағында бір екі қыз ұялып тұр дейді, малын суаруға. Ойбай, сендер неге суғармайсыңдар десе? Біз енді күшіміз болса әлсіз, әкеміз болса қарт, қария, шамасы жетпейді. Біз сол кезек күтіп тұрмыз. Жоқ, былай не қылсам мен көмектесіп берейін деп жаңағы малдардың барлығын жеңіл суғарып үйіне жібереді ғой, ертерек. Бүйтіп үйіне жіберген кезде енді Мұса алейхиссаламның бүйтіп тұрып аяғы деген қандала, қан қашып келді ғой енді. Сөйтіп бағана көрді, я Алла деп дұға қылады ғой.
осы жерде бойдақтардың құлақтарына алтын сырға, бойдақтарға арнаған дұға десең де болады да. Тек бойдақтарға емес, бәріне қатысты жалпы. Өйткені бұл дұға көп заттарды қамтиды. Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин фақир. Я Рабби, сен маған берген барлық жақсылықтарыңа мен аса қазір мұқтаж болып тұрмын. Жақсылықтарыңды төк деген дұға ғой. Сол жақсылықтың ішіне салихалы жар, хайырлы ұрпақ, хайырлы дүния кіреді екен да. Бағанағының әкесі қарт деп тұрғаны екі қыздың. Шұғайып пайғамбар екен. Кезінде анау тараздан жемеңдер дейтінше қартайған ғой. Ойбай, бүгін ерте келіңдер ғой дейді ғой. Ауылдың балалары көмектесті десе, күнде көмектеспейді, бүгін бөтен біреу көмектесті ма? Ойбай, шақырмадыңдар ма? Рахметін айтып, алғысымызды білдіретін едік. Бар шақырып келді, бір қызын жібереді. Тәмши аля истихия дейді, ұялып, сызылып, әкем сізді шақырып жатыр, алғыс айтқысы келеді дейді ғой. Деп ұялып тұрған көргеннен кейін, жарайды, мен артында жүре ғой. Оңға солға сөйлеуге ұялсаң, таслақтырып жүресің дейді. Енді үйге көрсету алдында жүру керек қой. Жүруге болмайды, ол артында жүреді. Түсіндіңіз ғой? Сөйтіп жаңағы үйіне барады. Баратта болған жағдайларды айтады. Ойбай, қорықпа, Фирғауынның жаңағы бәлесі біздің мемлекетке келмейді, оның билігі бізге жүрмейді дейді. Яғни Фирғауын барлық бүткіл дүние жүзін билемеген, тек Мысырды ғана билеген. Фирғауын. Енді былай тасалану үшін бір жағынан менің жаңағы қызыма үйленсең болады, бірақ қалың мал ретінде қойымды 7 жыл бақып бересің. Бай, не қылса 10 жыл бақсаң жақсы болар еді дегендей. Сөйтіп жаңағы 10 жыл бақып береді ғой. Алла айтқаныма куә дейді да, 10 жыл бақып береді қойларын. 10 жылдан кейін, біраз уақыттар өткеннен кейін, енді батаңызды алайық, еншімізді алайық, ауылға қайтайық. Біраз тынышталған шығар ар жақ. Деп батасын алып, жаңағы әйелі бар, бала шағасы бар. Сонымен Мұса алейхиссалам қайтады ғой Мысырға. Мысырға қайтып бара жатқан кезде қараңғы болады, түн батады. Анандай жерде бағанағы бір жарықты көреді. Мына Мұса алейхиссаламды Құдаймен сөйлесетін жерді сөзбе-сөз баяндап беруге рұқсат етсеңіздер, бола ма? Өте бір әсерлі, сабақты жерлер бар да. Сөйтіп, жаңағы Мұса алейхиссалам қараңғы батқаннан кейін, анандай жерде бір отты көреді. Таудың басында, жаңағы Тур тауынан бір от шығып тұрады. От болып көрінеді. Сөйтіп, сояққа барса, Туа деген ойпатқа келсе, ол от емес екен. Зәйтүн ағашы, содан нұр шашырап тұр екен да. Нұр шығып тұр. Құранда Аллах Тағала айтады: "Ва калламаллаху Муса таклима." Алла Мұсамен тікелей сөйлесті дейді. Тек Мұсамен ғана сөйлескен екен да, алейхиссалам. Қалған барлық пайғамбарлармен жер бетінде Аллах Тағала Жибрейіл арқылы ғана сөйлескен екен да. Жибрейіл келеді, Раббың саған былай деп бұйырып жатыр дейді да, кете береді ғой. Жаңа бұйрық орындалады, талқыланбайды, кете береді, бітті. Мұхаммед пайғамбардың өзі, саллаллаху алейхи вассалам, тек Миғражда ғана, Жибрейілдің бара алмайтын жерінде ғана қанатым қазір кішкене жүрсем үзіледі, жаңағы өртеніп кетеді дегеннен кейін ары қарай барып, сол кезде ғана Құдаймен тікелей сөйлескені болмаса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жер бетінде тек қана Жибрейіл арқылы ғана сөйлеседі. Барлық пайғамбарлар да осылай болады. Тек Мұса алейхиссалам тікелей ғой. "Я Алла, мен" деп жаңағы өзінің бүткіл эмоциясын барлығын жеткізе береді Аллаға. Бұл жерде қалай болады? Соның басы қалай басталады? Сонда фаламма атаха, бағанағы ойпатқа келген кезде, нудия, ол шақырылды дейді. "Я Муса" деп. "Ей Мұса" деп Алла айтты, шақырды.
Инни ана раббук. Құдай жағы сөйлеп жатыр. Мен сенің Раббыңмын ғой. Фахлана алейк. Аяқ киіміңді шеш. Иннака билвадил муқаддаси туа. Сен қасиетті туа деген қазір ойпатта тұрсың. Қалыңдар дейді, аяғына нәжіс болды ма дейді, шештірді дейді. Жалаң аяқ кел. Уана ахтартука, мен ғой сені пайғамбар етіп таңдаған. Фастами лима юха, ендеше қазіргі уахи етілгенге мұқият құлақ сал. Тыңда. Деп Алла уахиын ары қарай бастайды. Жалғастырады. Алла бұл жақта детальдарға тоқтайды ғой. Бірінші өзін таныстырады Алла. Алла айтады. Иннани аналла. Расымен де Алла деген ол мен дейді. Ла илаха илля ана. Меннен басқа құлшылыққа жаңағы лайықты, табынатын, жалынатын, жалбарынатын, мұңымен бөлісетін, қайғымен шер тарқасатын, құлшылық қылатын меннен басқа Құдай жоқ дейді. Абсолют білетін, барлық нәрсені жаңағы меңгеретін ол менмін дейді. Алла таныстырып жатыр. Фа'будни, ендеше тек маған ғана ғибадат ет дейді. Енді өзін таныстырып болғаннан кейін ғибадат мәселесін бастайды. Бұйрық. Сосын айтады, ғибадат қылғанда уақимис сола, намаз оқы дейді. Намазды бұйырып жатыр. Иман келтіргеннен кейін. Яғни тек иман келтіріп, жүрегің таза, Алланы жағы деп жүре беру дұрыс емес екен да. Иман келтірдің ба, намаз оқу керексіз. Намазды біз сонда не үшін оқимыз? Намаз не үшін оқылады? Парыз. Дұрыс. Тағы не намаз деген? Міне. Алла айтып жатыр да, ақимис сала, намаз оқы дейді. Не үшін дегенде, ли зикри дейді. Мені еске алуларың үшін дейді. Намаз Құдайды еске алу үшін оқиды екен. Құдайдың белгілеген уақыттарында. Біздің өзімізге салсақ, намазды қуып кетеміз ғой. Бәрін жинап бір оқуымыз мүмкін. Мысалы да, шын ғой. Настроение барда оқисың, жоқ кезде оқымай кету мүмкінсің. Өзіңе салсаң, бұл айтқанда оқымайсың сен. Тек қиналған кезде ғана оқып, қиналмаған кезде бәрін. Самолет бұлай жатқан кезде ішінде атеист бар, мұсылман бар дейді ғой. Бұлай жатқан кезде бәрі мұсылман дейді ғой. Ағылшындардың ішінде о май гад деп ше. Құдайым деп ше. Бұлай кетіп барады, енді ол көзіне өлім көрініп тұр да, Құдай деп жатыр да, атеисттер Құдай деп жатыр ғой жерде. Самолет тағы бұлай кеткен кезде енді мындай техникалық жаңағы ақаулар болып тұрады енді деп ары қарай водкасын ішіп тағылып кетеді Құдайды. Сол айтпақшы, Құдай Тағаланың бұйырған уақыты 5 уақыт. Ол Құдай қалаған уақыт. Настроениең бар ма, жоқ па, көтеріліп тұр ма, түсіп тұр ма, жаңағы байсың ба, кедейсің ба, барсың ба, жоқсың ба, қызық емес. Құдай қалаған уақытты оқы, болды. Ол талқыланбайды. Ары қарай кеттік. Инна саата атиятун акаду ухфиха. Ақыр заман деген нәрсе ол міндетті түрде болады дейді, Алла айтады. Заманның ақыры болады дейді. Акаду ухфиха, мен оны тығып қойғанмын, қашан болатын дейді. Литуджза куллу нафсин бима тас'a. Барлық адамдар сол ақыр заман Алланың алдында тұрған кезде бұл дүнияда не нәрсеге талпынды, не нәрсеге мақсат қылды, не нәрсеге жүгірді, соны біледі дейді. Фала ясудданнака анха ман ла юъмину биха ваттаба хаваху фатарда. Аллаға иман келтірмейтін, нәпсісіне еретін адам бұл жолдан сені тосып жүрмесін деп жаңа ақыретті еске алып қояды да, сосын диалогқа көшеді. Мұсамен сөйлеседі. Енді Алла өзін таныстырды ма? Таныстырды. Бұйырды ма намаз оқы деп? Бұйырды. Енді Мұсаның да кішкене бүйтіп жаңағы сенімділігін жаңағы не қылу керек? Сұрау керек. Уама тилка бияминика я Муса дейді. Ей Мұса, сенің ана оң қолындағы не дейді сұрайды ғой. Құдай білмей тұр ма оның? Оң қолында не бар екен? Біліп тұр. Барлығын біледі Алла. Бірақ сұрап тұрған себебі бір даналық бар екен де ар жағында. Мұса айтсам ойында ештеңе жоқ. Ол айтады, қола хия асая деп жағы. Енді ақ көңіл, бұл аса таяқ, бұл деген аса таяқ, атаваккау алейха, бұлмен бүйтіп сүйеніп тұрамын.
Wa ahushu biha ala ghanami, жапырақ түсіріп беремін малдарыма, қойларыма. Wa liya fiha ma'aribu ukhra, бұның пайдасы жетеді деп оның таяқ екенін айтады. Оның пайдаларын айтады. Одан да басқа да пайдалар бар дейді ғой. Жалпы ол таяқ және пайда келтіреді деді. Дұрыс па? Атын айтты және пайдалы деп айтты. Құдай тағала енді оны дұрыстайды. Былай істе дейді. Қала алқиха я Муса. Ал енді қолындағын лақтыршы дейді. Таяқ деп тұрған жоқ, қолындағын лақтыршы дейді. Лақтыр дейді. Лақтырған кезде фаалқаха фаиза хия хайятун тасқа. Жылдам жүретін жыланға, тірі жыланға айналып кетті дейді. Қолындағы өмір бақи ұстап жүрген таяғын бүйтіп тұр да өзіңе қарсы жылан болып тұр. Таяқ дегенің жыланға, өлі дегенің тіріге, жұмсақ дегенің қаттыға, ең басты пайда дегенің зиянға айналып тұр ғой. Шағайын деп тұр да. Алла не дейді? Қала худха. Енді ананы ұста дейді да. Уәла тахаб, қорқма дейді. Ұста. Жылан ұстап көр. Сануидуха сиратахал ула, оны алғашқы бейнесіне қайтарамыз дейді. Таяқ қыламыз деп тұрған жоқ, алғашқы бейнесіне дейді. Енді бір ғалым бар айтады, бір жаңағы ары қарай жаңа былай өрбеді дейді ғой. Ей Мұса, қолындағы не деген кезде, я Құдай, сен не қаласаң бұл сол деп айтты дейді. Я таяқ дейін десе, жылан айналып кетсе. Жылан дейін десе, таяқ қолында. Құдай, бұл не қаласаң бұл сол дейді ғой. Сен пайда десең пайда, зиян десең зиян. Бір сағат 42 минут қалды. Дәл осы жерден қызық жері бар еді негізі ары қарай. Айта салатын ол. Әр көп негізі бірақ. Ол қызық жерінен сериал бітеді дейді негізі.